Желіде жедел хабарлама. Бұл жаңалық үшін бір емес мыңдаған лайк бассаңыз тұрарлық. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабат олардың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Екі өңірде жастарға арналған ипотека іске қосылады. Қазақстанның екі аймағында жастарға арналған ипотека іске қосылады деп хабарлайды Бақ.кз. Жастарға арналған ипотеканы Павлодар облысы мен Ақсу қаласының тұрғындары рәсімдей алады. Жергілікті билік отбасы банкпен келісім жасаған. Қажет қаражатты әкімдіктер мен банк бірге бөледі. Қатысушыларға қойылатын талаптар: қарыз алушының жасы 35 жастан аспауы керек. Соңғы 5 жылда меншігінде жылжымайтын мүлік болмауға тиіс. Ресми жұмыс өтілі өтініш берген сәтте 6-12 ай болуы қажет. Ерлі зайыптылардың біреуі ғана қатыса алады. Жастар қызмет ететін салаға қатысты шектеулер бар. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе және видеоролигіміз көбірек адамдарға тарқалу үшін достарыңызға жіберуді және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Себебі жақсылықты тарату оны жасаумен тең. Сау сәлемет болыңыздар.